Сәлем достар. Бүгін біз өте пайдасы көп брокколи жасайтын боламыз. Кәнеки менімен бірге жасаңыздар. Ең бірінші брокколиді жақсылап жуып аламыз да, осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Бізге қайнап тұрған су қажет. Брокколиді қайнап тұрған суға салып, 3 минуттай пісіріп аламыз. Бізге кляр қажет болады. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа және де сливки, тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Кляр дайын болған кезде үстіне панировочный смесь немесе ұн салсаңыздар болады. Міне бізде осындай кляр дайын болды. Енді біз брокколимізді клярге салып, одан кейін панировкаға аударып алып, қызып тұрған майымызға екі жағын жақсылап қызартып, пісіріп алатын боламыз. Қызып тұрған майымызға пісіріп алғаннан кейін екі жағын пісіріп аламыз. Қыздар, брокколидің пайдасы өте күшті. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менің каналым ұнаса, лайк басып, комментария жазып кетіп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.